Қайырлы күн достар. Бүгін корзина жасау сабағының екінші бөлімі. Видеоны соңына дейін көріп, мені қолдап отырыңыздар. Енді қазір корзинамыздың ішкі жағын реттейміз. Ол үшін алдымен бүтін матамыздың жанын қиып аламыз. Толықтай емес әрине, ручкамен қабырғаның тұсына дейін қиясыздар, видеода көрініп тұр. Және сол қиған жерімізді қазір потайной шовпен тігіп шығамыз. Яғни бізде матамыз ручканың жан-жағын айланып жауып тұру керек. Тігудің орнына ыстық желіммен де екі матаны жабыстыруға болады. Бірақ бұндай жағдайда матаны біз созып тартқан кезде ішкінде жағылған клейіміз әппақ болып көрініп тұрады да, біздің корзинамыз сапасыз сияқты болып тұрады. Ыстық желіммен қазір ішкі қабырғаларына, ішкі картонымызға матамызды жабыстырып шығамыз. Ол үшін бұрышына қарай жақынырақ етіп ыстық клейімізді жағамыз. Одан кейін матаны бетіне қойып жабыстырамыз. Бірақ бірден жабыстырмас бұрын ыстық желімді жағып алғаннан кейін 5-6 секунд мен күте тұрамын. Содан кейін барып үстіне матаны қойып, бетінен басып, біріккенше сәл ұстап тұрасыздар. Дәл осы әдіспен толық айнала корзинаның ішкі жағының бәрін клеймен жағып, матасын жабыстырып шығасыздар. Енді корзинамыздың ішкі жағын әдемілеу үшін бізге осындай 34 сантиметрлік диаметрде картон қажет. Яғни біздің негізгі корзинамыздың диаметрі ол 36 болса, содан 2 сантиметрге кішілеу етіп аласыздар. Осылай ішкі жағына салып бірінші өлшеп аламыз. Емін-еркін кіріп шығып тұруы керек. Яғни ол үшін жұмсақ картон ала берсеңіздер де болады, міндетті түрде каркас сияқты қатты картон алудың қажеті жоқ. Енді қазір бұны матамен орап шығамыз. Мен осындай дөңгелек мата кесіп алдым. Көз мөлшеріммен картонымды қойып, сыртынан қиып ала салдым. Алдымен 4 жақ жанын жабыстырып аламын. Одан кейін ашық тұстардың барлығына клей жағып, тартып осы дөңгелегімізге жабыстырып шығамыз толықтай. Дайын болған дөңгелегімізді корзинаның ішіне салмас бұрын астыңғы жағына сәл-сәл клей жағып алдым мен. Одан кейін оны қазір дөңгелегімді ішіне салып қоямын. Біздің дайын болған корзиналарымыз осындай болады. Клеймен жабыстыра салмай тіккендіктен ол өте жинақы болып көрінеді. Корзинаны әшекейлеуге мен лентаны және метражды полубусиналарды пайдаландым. Сонымен қатар филигрань және стразовый капля тастарын да пайдаланамын. Ал басқа түрде әсемдеймін десеңіздер, ол өзіңіздің талғамыңызға байланысты. Моншақтарымызды жабыстырған кезде, қазір видеодан қараңыздар анықтап, ұзыннан-ұзын жолақ қылып жаға салмай, әрбір тастың, әрбір моншақтың артына бір-бір тамшыдан клейімізді жағып, солай айналдыра жабыстырып шығамыз. Міне менің корзинам осындай түрде шығыс стилінде шықты.
бірақ әшекейлеу ол өзіңіздің талғамыңызға байланысты, басқа түрдегі тастарды пайдалансаңыздар да болады. Видео ұнап, өзіңіздің пайдаңызға жарап жатса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.